Сәлем достар, бұл тең тіршілік подкасты. Бүгін қонақта Ажар, психолог және магистрант. Және веганка. Иә, веганка. Біз енді веган еместерді просто шақырмайтын болғасын, бір айтуға керек емес нәрсе сияқты көрінеді. Осы подкаст үшін веган болдым деп сол жерде. Осы подкастқа шақырылу үшін. Біздің фанаттарымыз бар, атап көріңдер ме? Басталып кетті да запись? Да. Подкасттың осы жерлері қызық, иә? Ойлайтын едім бұрында подкастқа келетін өтірік істейді деп андай. Ойбай, басталды ма не запись? Осылай екен ғой деп. Өтірік емес екен деп. Басталғанын білді де сразу келіп алды, кадрға кіріп алды сразу. Білет өзін жұмысын дейді. Бүгін біздің қонақтарымыз Ажар. Ажар керемет психологиня, веганка. Сол үшін біз сенімен сөйлесуге өте қуаныштымыз бүгін. Наверное, сразу сұрақтарымыздан бастай берейік. Өзің туралы кішкене айтып берсең. Мен атым Тұрсынбек Ажар. Қазір мен өзімді магистрант деп идентифицирую. Магистратурада оқып жүрмін, бірінші курста. Барлық басымдағы, ойымдағы стрессім сол десек те болады. Ал негізі мен психологпын. Практикада жүргеніме 3 жылдай болып қапты осы жылы. Кішігірім инфлюенсер деп айтуға болады шығар. Трецте, андай мини. Бізге айтады жаңағы медийный адамдарды шақырмайсыз ба? Мен біртүрлі сезіп тұрмын, что Ажар бір как будто мен үшін медийный адам сияқты да, трецте қоймай жазады ғой. Бүкіл жерде андай активный да. Маған медийный адам сияқты Ажар сол үшін. Ал медийный адам шақырдық. Иә, өзімше медийниймін. Жанар Дұғауовың фанаткасымын деп. Бастаймын да кет. Трецте неше тілін жаз. Трец аман болсын деп. Шердің концертіне бардың ба? Бардым, әрине, міндетті түрде ғой ол. Қалай болды? О май гад! Кешеден кейін Беуфестке барғам ғой. Беуфест лагердің концерт сияқты болып қалды ғой на фоне. Кешеден кейін ба? Иә, кешу енді қанша жерден проблематик, анау, мынау десек те бәрібір балық шағыңның андай бір кумирлары ғой. Жанар, Кәмшат, Айдана дегенде. Дауыстан дауыс қалмаған ғой, қырсын шыңғырып. Иә, солай болды. Күшті. Күшті, иә. Еще доступный болды ма билеттері? Білмеймін, қанша болған. Иә. 20 Өте жоқ. 10 мың? 5 мыңнан басталып, ең қымбат 18 мың болды ғой. Жақсы жасаған екен. Сондай арзан болды Иә. болмаппын. Еще Макс чайларын кішкентай 05 бұд. Қалай біз кешін концерт деп. Макс чайдың 05 несі 400 теңге, үлкен 600 теңге, солай ғана. Қымбат сатқан жоқ Цесна, ештеңе. иә. Цесна? Цеснаның, ана Балагузовтың несі ғой ол. Цесна мен Макси чай бәрі бір Алагөзовке. неге кіре ма не? Бір концерт. Иә, бәрін. Жақсы. Сен Мен үшін Доғалбаның образын құртпай ақ қойдыршы, пожалуйста. неге? Жақсы көремін. Бірақ қаза берсең бәріне де қаза бересің ғой неше түр. Иә. Бірақ маған Дұғалова, мен шынымды айтсам, мен өте қатты бүйтіп кешуді айтсақ, ешқашан оларға қатты қызықпағым, олардың әндері маған ешқашан ұнамады. Баянның тоже проблематик деп ойлаймын. Бірақ конкретно Дұғалова енді әдемі. Дауысы күшті. Мен андаймын ғой. Kanye West'ің фанаттарын түсінемін ше сондай кездер. Қанша жерден мысалы Ариананың и Доғалованың фанатымын деп айтамын өзімді. И Ариана қаншандай проблематик нелер болады ғой. Мен не? Естімегендей болып И как қаласың. будто жоқ деп мен кәдімгідей түсінемін мен. Я понимаю. Фанатизм деген не екен? Қалай ол, иә, айтып атады ғой, фанючка деп. Вот мен сол фанючкамын ше, кәдімгідей. Мен үшін, может, мен зумер бол, фиг знает. Сол, короче. Дұғалова, one love. Баяндың, но біздер мынаны айтып кеттік да. Подкаст деген осы. Бірақ ол деген бір түрлі бір жағынан феминизмға қарай бүйтіп былай сөйлегісі келетін адам сияқты көрінеді. Типа
ана бақыт деген киноға продюсер болып шыққаны, сондай заттарға былай қарайда біртүрлі алдында жақында үй алып берді біреуге, біртүрлі сондай заттарды істейді. Бірақ маған ұнамайтын жағы ол то, что біздер оны да айтатын шығармыз қазір жайырақ, то, что РПП арықтау, қыздардың бәрі арық болу керек, әдемі болу керек, әдемілік деген это ценность деген сияқты сондай жағы, солай сөйлейтін жағы, что бір жағынан ол біртүрлі әйелдерге көмектескісі келеді, бірақ бір жағынан осылай реалистік емес, осындай стандарттарды, даже кешьюдің қыздарын қанша абьюзит еткені, сол жағы маған вообще ұнамайды. Баян туралы менің мнением осы. Иә, и осыған қоса айта кететінім, скандал болды ғой үлкен. Мөлдірмен, Балжанмен, сол кешьюдің бұрынғы қатысушылармен. Мөлдір туралы енді ештеңе айта алмаймын. Өйткені өздерінің, мен білуімше, жеке проблемалар бар. Ал Балжан туралы айтты, иә, вот ана кешьюдің форматына келмейді, әдемі емес, бірдеңе. Соған Балжан ренжіген үшін сен неге ренжисің деген темаларға. Блин, мен как психолог ана жерде кетші, пожалуйста деген. Проблематик адамдар, иә, олар айтсаң айта бересің. Бірақ Баянның бір ең маған көзіме түскен жақсылығы деп айтсам болады шығар. Мама Клара деген кризисный центр бар. Сол жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зәбір көрген әйелдерге көмектеседі. Кризисный центр бар. Мама Клара деген. Сондайды ашты ма ол? Иә. Соның учредителі ашты, көмектеседі. Бір жақсы жұмыс жасап жатыр. Ол қашан ашылған зат? Өзінің несінен кейін ба? Осыдан 2-3 жыл бұрын ашылды ма? Бақыт фильмін түсіргеннен кейін ба? Иә. Енді өзі де ол жаңағындай survivor дейді, иә, зардап шеккен. Иә, она очень такая, өте адам, тірі адам, да? Иә. Комплекс. Иә, өте андай бір жағынан жек көресің, бір жағынан дейсің да, бір Баян андай жоқ, сол, иә. Шоудың адам екен, көрініп тұр, вот она умеет вот это. Сол, мен келсем да, вот жақында сол бір әйелге пәтер алып берген, бүйтіп біртүрлі, бір қызық движениялар. Иә. Андай ішіңде дихотомия туғызады да, андай қалай не ойларыңды білмей қаласың. Баян сияқты. Ондай адамдар көп қой негізі. Бірақ Баянның болмағаннан болған жақсы деп ойлаймын. Оның несі бұрындағы қашан 2016 жылғы кейсі, мне кажется, тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемасын көтеру бойынша соның кейсі бір новый уровеньге көтерген сияқты да, сол туралы айтуды просто. Бір бұрын жаңағы Центровской алматинецтердің басында андай не болған сияқты, тұрмыстық зорлық-зомбылық көретін, зәбір көрген әйелдер, ол ауылдағы бір жаңағы 5-6 баласы бар, бір сондай әйелдер сияқты болып көрінетін да. Ана Баянның кейсінен кейін ондайдан ешкім қорғалмағаны көрсетті да, просто сол нәрсе. И жаңа уровеньге әкелді оны обсуждать ету. Феминистер де бұрыннан айтып жүр ғой, енді феминистер, просто феминистер үшін ол нәрсені айту, анау жаңа тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңнаманы алып шығуға да жақсы көмектесті деп ойлаймын. Именно енді очень жаль, Баян, бірақ сондай көмектескен бар енді. К сожалению. Салтанаттың да сондай Салтанат ықпалы болды ғой. Енді закон Салтанат дегенмен келіспеймін енді. Өйткені не молчидың үлкен үлесі бар негізі ол заңға. Бірақ көбі оны тек айтымға ғана. Айтымның ғана үлесі бар сияқты айтады да ол заңды. Негізі ол бұрыннан андай қаншама құқық қорғаушылардың еңбегі ғой. Тек қана не молчидың емес, біраз құқық қорғаушылардың еңбегі, бірақ мен былтыр емес, 2-3 жыл бұрын уақыт деген. Қалай тез сол айтымның үлесі, айтымның ықпалы, соған рахмет, қазақ қыздарының ағасы. Айтым деген анау ағасы Салтанаттың ағасы. Мен сол кезде андай кішкене ызаланғаным есімде. Қалай ол
соншама не болды да. Бүкіл- Қайтадан ғой сол біздің айтқаным, ер адам бір сондай теманы көтерсе, сразу бүйтіп несі болып кетеді, мессия, Его Иисус, спаситель. ойбай бәрінің келіп, құтқарушысы. келіп, ойбай ер адамдар құтқарып спасатель Сол Соған дейін болмаса. ешкім ештеңе істеп жатпаған сияқты болып. қазіргі жазып жатқан диссертациямда сол тақырыпта тұрмыстық зорлық зомбылықтан зәбір көрген әйелдердің эмоционалды реттелу, эмоциональная регуляция ерекшеліктері. Өйткені көбіне біз ПТСР деген білетін шығарсыздар. Посттравматическое Иә. Көбіне оны бірінші айтқан кезде бірінші ассоциация Вьетнам, соғыстан қайтып қайтқан ер келген адамдар. ер адамдар. Негізі ең көп диагноз қойылады сол зәбір көрген әйелдерге. Кішкентай кезінде жаңағындай зорлық көрген, сосын интимдік партнермен сондай зорлық зәбір көрген әйелдерде көбіне ПТСР болып жатады. Негізі ПТСР-дің таралуы әйелдердің арасында көп, және ол туралы өте қатты айта қоймайды деп көрінетін сияқты. Мүмкін қазір айтылатын шығар, бірақ зерттеліп те келе жатыр. Сол менің мақсатым андай болды. Психолог ретінде қалай мен оларға көмектесе аламын. Бірақ бірінші көмектесу үшін олардың эмоционалды реттеу және эмоционалды регуляциясының ерекшеліктерін көру керек, байқау керек. Себебі олар сондай абьюзивтік қарым-қатынаста болған кезде олар эмоциясын тыюға, сөйлемеуге, өзін бір қалыпты ұстауға үйреніп қалады да. Ол өйткені ол үшін өмірін сақтап қалу үшін керек ол. Иә. Қанша жерден ол кетсе де ол қарым-қатынастан бәрібір ол сталкингке ұшырайды. Өмір бойы бір андай хоррор фильмінде өмір сүреді да. Және олардың психикасы өте қатты бұзылады. Оны көбі біле бермейді. Victim blaming көп болады. Сен кете салсай. Айта салса. Иә, айта салсай. Жоқ, сен жоқ деп неге айта салмайсың? Иә, неге сен не ағаларың жоқ па? Иә. Неге шулатасың, неге шығарасың? Отпор беруге болады ғой. Иә. Соны шыдап жүрген сен ақымақ. Ал оның негізінде артында көптеген тек қана психологиялық емес, экономикалық та, жаңағы социалды тұрғыдан да көптеген қиындықтар жатқанын көбі біле бермейді. Білсе де енді оны мойындау қиын да адамдарға. Себебі victim blaming деген андай ғой. Егер мен қазір өзімді зәбір көрген адам қалай өзін ұстайтынын, дұрыс қалай ұстайтынын білсе, мен де болашақта өзімді сондайдан қорғай алам деген психологиялық ойлау тұр ғой соның артында. Сондықтан да ол victim blaming көмектесуге, көмек көрсетуге, сондай зәбір көрген адамдарды, әйелдерді сол қарым-қатынастан шығаруға көп қиындық тудырады негізінде. Сондықтан соны пока зерттеп жүрмін. Бірінші курс болғандықтан теория жағын ғана зерттеп, басқа елдердің кейстарын, басқа елдерде күшті андай полициямен жұмыс істейді. Біздікілер одан сайын құртады ғой құрсынан. Иә, ондай кейстер көп. Полиция көмектесудің орнына істі одан сайын ушықтырып, кәдімгі бір фатальный нелерге жеткізген, әкелген кейстер көп. Иә. Сосын біздің Қазақстанда жұмыс жасайтын тек қана бір рабочий метод, ол тек қана огласкаге беру сияқты. Соны немалчи жақсы қолданады деп ойлаймын. Сол именно соны қолданғаны үшін қазір енді өз елдерінде өмір сүре алмай жатыр. Иә. Немалчидің жаңа басшысы Дина ізденісте ма? Қалай ол мына жақта оның үстіне іс қозғалған. Иә, Қазақстанда болса ол түрмеге жабылу керек. Қазір басқа елде енді талып жүр десек те болады. Бірақ сол басқа елде жүріп қарайған енді әйелге көмектесіп жатыр ғой. Иә. Сосын оның рабочий методы неге именно немалчи жақсы жұмыс жасайды, неге соның методтары өтімді деген бір енді сұрақ қоясың ғой. Ондай тұрмыстық зорлық зомбылықпен жұмыс жасайтындар көп қой негізі. Олар жаңа бірінші сол огласкаге береді, екінші жаңа құқық қорғаушы органдармен, мемлекеттік органдармен жұмыс жасайды. Соларды жаңағы жауапқа тарту деген сияқты бір қалай андай
пренебрежительно қараған полицияларды жауапқа тартады, сонымен айналысады да бір жағынан. Ол болашақта жаңағы ондай қателіктер жібермеуге көмектесетін үлкен бір не сияқты да, и жақсы метод. Ол негізі адвокация деп аталады ғой, иә. Юристердің базасы жақсы деп ойлаймын. Ең мықты жұмыс жасайды, мүмкін емес мықты. Бүкіл жаңа мемлекеттік органның істей алмай отқан нәрсесін бір организация жасап отқан. Сосын Қазақстанда орын табылмағаны өте өкінішті. Оны айтпай кетуге болмайтын сияқты. Қанша жылдан бері жұмыс жасап жатқаным бірақ есімде жоқ. Неше жыл болып қалды? 15 жылдан асты ма? Асты ғой деймін. Иә, 15 жылдан. 10 жыл точно. 15 жылдан асты ғой деймін. Енді батыр қыз деп айтса болады ғой Динаны. Батыр әйел. Енді білмеймін, енді ананы жасап жатқан. Өйткені негізі тек қана ПТСР дейді. Травма тек қана сол оқиға болған адаммен ғана емес. Сол оқиғаны көрген адаммен, сол оқиғаның қасында жүрген адамдармен, сол оқиғаны жаңағындай маңайында көмектесіп жүрген адамдармен де андай травма наблюдателя дегендер болады. Енді Динаның психикасын айта алмаймын. Иә, мен де сол сұрақ жаман қызықтырады. Қанша жыл бойы білмеймін, бір енді сұмдық нәрселерді көріп жатыр, естіп жатыр, еще соған көмектесуге бір күш табады, иә. Көзін жұмып бір неден кейін бір беріліп кеткен жоқ та, әлі неше жыл болды да. Қалай оны көтеріп жатыр, вообще басыма кіріп шықпайды негізі ше істеп жатқан ісі. Айтып жатады ғой, денсаулығым сыр беріп жатыр, шыдамаймыз, соңғы деммен жұмыс істеп жатырмыз, қайта-қайта. Көмектесіп жеріңіздер деп. Олардың счеттарын бұғаттап тастады. Қиын болып кетті да, оларға көмектесейін десең де жолы қиындап кетті де. Бір оқиға болған, мен сіңілімді, туған сіңілімді жатақханадан осы Алматыда тұрғанда полициялар келіп алып кетеді. Мен сіңілім шош кеткен, не болған десе, сол не молчиға 600 теңге енді донат жіберген ғой Каспийден. Сізді не молчи Динаға ешқандай жаңағындай шағымдарыңыз жоқ па деп. Ондай оқиғалар көп болды. Сол кәдімгі біздің отбасымызда да болды. Сол кезде 18-де ғана кішкентай қыз алып кетті бірінші курста. Құрсын шошып кетейік біз бәріміз. Сондай енді мен естідім, ойдан шығарылған іс. Каспий сол ақпараттың бәрін полицияға беріп тұр. Оның өзі заңсыз зат сияқты мен үшін. Иә. 7000 адамды сөйтіп не істеген ғой. Бүкіл донат жіберген. Болған оқиға, иә. Өтірік емес, кәдімгі шын. Сон бір-екеу ішінен сосын бергім келмеп еді негізі деген сияқты бірдеңе айтып, соның үстінде іс қозғалып тұр ғой, уголовный. Себебі сол кезде көп адам беріп жүрді. Мен білем, өздеріміз де жіберіп жүрдік, бірақ білмем как, но конкретно маған, менің таныстарыма келмеген, но бірақ мен естідім, білдім, что көп адамға келді. Шынымен де Динаның батыр дегеніне келсем, вообще не молчидің өзі ең маңызды феминистік организациялардың бірі деп санаймын. Қазақстандағы ең маңызды мәселе әйелдердің үйдегі зорлық-зомбылық, соны шешіп жатқан, соны конкретно шын біздер айттық қой бұрынғы эпизодта, что біздің кейбірле феминисттер де out of touch болып кетеді, вообще жоқ заттарды көп талқылап кетеді там. Ойбай, мына кинода мына актриса мынандай болып тұр екен, жасарып кетіпті, қартайып кетіпті деген сияқты проблемаларды феминистік проблема деп слишком көп талқылап кетеді, бірақ зорлық-зомбылық, әйелдердің там жұмысқа құқықтары деген сияқты проблемаларды или жұмыстағы жаңағыдай условия труда деген сияқты проблемаларды көп қарамай кетеді дегенде, вот конкретно не молчишь, шынымен де әйелдердің шын проблемаларын прям вот талқылап, шынымен де еще тек қана әйелдердің проблемасын шешпей тұрып, бірақ андай жүйелі түрде бәрімізге көрсетіп, ашып, қанша жүйелі проблема бар екенін көрсететін өте маңызды организация дегеніне келсем. Бірақ вот сенің темаң өте қызық сияқты, сосын біздер көп деген затты білмейтін сияқтымыз. Вообще әйелдер қалай сол ситуацияға кіріп кетеді, қалай содан шығады, қалай оларға көмектесуге болады, қалай біздер осы не істей аламыз деген сияқты басынан осылай айтып берсең.
маған десең революция. иә Өтірік соғамай. Негізі ол үлкен жүйелік мәселе. Өкінішке қарай индивидуалистік психология деп айттық қой. иә Көп мәселені андай бір адамға ысырып қана қоймай, психологтар қазір оны жан-жақты зерттеп жатыр. Мәселе қоршаған ортада. Біздің құқық қорғау органдарымыз дұрыс жұмыс жасамайтыны біріншіден. Сосын жаңағы абьюзерлар өздерінің жазықсыз екенін түсінеді. Қоғамда қазір жақсарып келе жатыр, шыны керек, қазір тфә деймін, лежим в правильном положении. Лежим. Құқық қорғау органдары, қоғам, сосын жаңағы өзінің кейде болып жатады қыздардың туған әке шешесі қолдамайды, сүйегің шықсын дейді сол үйден. Сонда қолдау болмағандықтан анау әйел не істейді? Әрине ол баратын жері жоқ. Базовый ол жаңағы базалық қауіпсіздік темасы ғой. Қауіпсіздік темасы. Оның ақшасы жоқ, экономикалық тұрғыда тәуелді ол. Баласы болады көбіне. Сосын не істерін, қайда барарын білмейді. Ал мен айтарым, негізі ақша тауып жүрген әйелдерде негізі ақшаны да табады, үйдің де шаруасын істейді. Өте қатты сол жағдайға байланып қалады да, және қолдау көрмейді. Қолдаудан бұрын кішкентай кезінен миына құйып тастаған. Болмайды, ажырасу жаман. Және оларға ол ұят. Өкінішке қарай. тастай батып судай сіңіп кет. Иә. Сен бақытты қылуға барасың. Ол біз күлеміз ғой ол заттарға. Негізі ол кәдімгідей көп әйелдердің миы әлі. Өйткені ол эмоционалды тұрғыда, жаңағы зерттеп жатқаным сол ғой, эмоционалды тұрғыда оларға қиын. Олар үшін барлық әлем сондай қауіпті болып көрінеді. Соншалықты қауіпті болып көрінеді да, оларға өте қиын негізі. Сосын әрине ол отбасынан да шыққан мәселелер бар кішкентай кезінде. Көбіне статистикалық көпшілігінде сондай. Бір жағынан жүйелік, ал бір жағынан әр зәбір көрген әйелдің оқиғасы әртүрлі. Иә, қиын. Әр оқиғасы әртүрлі, және де кетейін десе артынан сталкинг болады. Мен кейстарым бар даже, когда туысқандары қосып жібереді. Ол мәселе андай ғой, будаман ба, ішіп жүрмам, оны дұрыстау үшін әйел тауып беруіміз керек, ол дұрыстайды оны сосын. Бүйтіп ұстайтын әйел керек та оған. Бүкіл проблеманы, бүкіл жауапкершілікті әйелге артып қою тағы да. Сосын сен күйеуің ішетін болса, удаман болса, ол сен оның миын жегенсің, сен деген оны Пространство бермегенсің. Ол сондай жаңағындай жүйелік қоғамдық мәселе негізінде ше. Бірақ бәрінде олай емес. Әртүрлі жағдайлар бар. Кейде элементарно кете алмай қалады. Мысалы, басқа елде эмиграцияда өмір сүреді, жақындары жоқ. Сол елде жаңағындай екеуі бірге үй жалдап тұрады. Баратын жері жоқ. Ақшасы жоқ. Енді тәуелді болып қалады. Өте қиын, әртүрлі қиын жағдайлар бар. Былай қарап тұрсаң, отбасына да айтуға ұялады. Өйткені қалай ол зорлық зомбылық деген ар жақта, жаңа сен айтқанда ауылдың бір әйелімен болатын зат сияқты ғой. Қалай мен эмиграцияда жүріп, жағдайым жақсы, сумочкаларым, туфлиларым бар, бірақ мен ұялам айтуға. Иә, ондай, мысалы, анау Нагимушамен болған бар ғой, бір пранк жасады ғой, білесіздер ма? Нагимуша деген блогерді андай ұрлап алып кетеді. Сосын бір үйге әкеледі, келін болып түстің деген сияқты. И алдына жаңа үлкен кісі жатып алады. Нагимуша мысалы сыртынан қарап отырсаң, андай типа қалай? Свободный, бір еркін әйел сияқты ғой, блогер, қанша миллион подписчик бар деген сияқты да. Оның ішінде де андай бір түпкілікті бір ұят деген нәрсе отырғаны сол жерде көрінеді да, ол ана нені аттай алмайды ана үлкен кісінің үстінен.
мысалы да, даже сондай кісілермен сондай болып тұрғаны өте показательный сияқты. иә Бәріміз айту оңай да, мысалы мен егер де сондай жағдайда болсам ойбай аттап кетер едім, просто сен сол жерде шешім қабылдай алмай тұрған өзің типа слабачкасың деген сияқты нәрселерді көп айтуға болады. Бірақ енді Құдай ондай жағдайды басымызға салмай ақ қойсын, өйтіп айтпашы істей алмай тұр ма, енді істей алмай тұр. Ол да бір victim blamingтің түрі сияқты да, мен бүйтер едім, мен сөйтер едім деген сияқты. Әрине сіз өзіңіз айтып кеткендей, ол андай қалай бір мойындай алмау ғой. Сол мен де көп ойланған кезде осы жаңағы тұрмыстық зорлық зомбылықтан неге біз сонша жаңағы агрессордың жағында болуға бір андай бір тырысып тұрамыз ғой. Мен енді феминисттік неге феминист бола бастағалы өзіңнің ішінде де байқайсың ғой, андай бір victim blaming жатқанын, мизогиния жатқанын, оның ішіндегі нәрсемен жұмыс жасаудың өзі қиын ғой, енді сыртқа бүйтіп ойбай бәрін білетін адам құсап айта берген не зат оңай да, бірақ мен ішімде болған нәрселер менде прям қатты victim blaming болған сияқты да. Мен бір агрессордың жағында тұруға тырысатынмын да. Андай қылып айтпаймын, типа жоқ, ұру жақсы деген сияқты. Неге ол өзі кетіп қалмайды деген сияқты. Менде де ой болды ондай. Одан арылудың өзі қиын да. Сол кезде ойланатынмын, неге сонша мен андай жаңағы қалай мына зәбір көрушін емес, агрессорды неге жақтап тұрмын деген қатты мазалайтын да ойлар. Сол меніңше андай қалай психикаң шыдамайтын сияқты, просто сондай бір қауіпті жағдайға мен түсіп қалсам деген нәрсені қатты көтере алмағандықтан бір андай автоматический түрде бір сол агрессордың жағына түсіп кетесің да сен. Білмеймін, енді ол өзімнің ойым, еш жерден не істеген жоқпын, жаңағы тексерген жоқпын, жаңағы научно подтверждено нет. Сондайға кетіп қаласың. Сосын оны жаңа автоматически болғаннан кейін ол затты тоқтатып рефлексия жасау негізі көп ресурсты талап етеді. Ондай ресурстар бар ма жоқ па білмейсің да, просто қиын. Сондықтан victim blamingтен арылу қиын негізі, сондай ойлаудан. Ол шын. Психолог бола тұра былай көп жұмыс жасайсың ғой ондай нәрселермен. Соның өзінде менен өзімнен де байқап жатам, ең бірінші келетін автоматты ойым, сен ондай жағдайға түстің. Сосын деп сәл андай. Негізі шынымен ол көбіне андай ойда, егер мен бір ережелерім бар. Гипотетически, оны сақтап тұрады, ережелер бар. Егер мен түнде далаға шықпасам, клубқа бармасам, ішпесем, не істемесем, бүйтпесем, мен ешқашан ондай жағдайға түспеймін. Сақтанып жүрем. Бір жағынан ол дұрыс. Өйткені өте қиын жерге келе жатырмын. Виктимное поведение деген бар. Виктимдік мінез-құлық деген бар. Кейбір іс-әрекеттер ықтималдылықты үлкейтеді. Ол шын. Егер қыз, бірақ ол victim blaming емес, осы базовый қауіпсіздіктің ережелері ма? Базовый қауіпсіздіктің ережелері. Ол андай не туралы емес, все, сен үйде жат, покройся деген тема емес. Кейбір жерлерде, кейбір жағдайларда зәбір көрудің ықтималдылығы артады да. Сол кезде сол виктимное поведение дейді. Болып жатады, ондай әртүрлі адамдар бар, әртүрлі әйелдер бар, әртүрлі қыздар бар. Андай жағдайларда болып жатады негізі. Квартираға барады, қалай не болатынын түсініп тұрады, бірақ соңғы сәтте жоқ дегенін еркек түсінбейді. Сонда ой келеді ғой, сен басынан бастап бардың ғой деген сияқты. Бірақ өкінішке қарай әлі ондай мәдениет жоқ, соңғы сәтте жоқ деген кезде көп адамдарда бола қоймайды. Егер сен клубқа кеп тұрсаң, сен бірден бұзылған қызсың. Егер сен күйеуге шықсаң, сен күйеуіңнің барлық жамандығын шыдау керексің. Білдің ғой. Кімге шығып жатқаныңды білдің. Ол кәдімгі жан жақтан просто бір клеткалар сияқты да, еш жаққа жүргізбейтін.
қалай сен алдын ала жігітіңді зерттемедің ба не? Мхм. Не істедің? Оның ред флагтары болды ғой. Мхм. Мәна ред флаг дейтін мәселе барлық жаңа жауапкершілікті алды да, Мхм. жаңағы абьюзердан, агрессордан, Иә. жәбір көрінушке. Сен байқау керексің да ред флагын. Мхм. Сен Психолог өзің- болу керексің, жаңағындай Иә, поведенческий бәрін барлығын. зерттеп жүру Иә. керексің. Соның бір жағынан оның бір ықпалын көріп жатырмын, қыздар Мхм. өзін өзі дамыту, оқу, білу дегенге қатты жаңағындай. Өйткені оларға ол керек та. Аха. Өмір құтқаратын білім да олар үшін. Ол да виктимный поведениеге жата ма сонда? Жоқ. Виктимный поведение дегеніміз, мысалы, кейбір қыздар болады, шынымен секс жақсы көреді. Мхм. Адам болғасын. Адам болған соң, иә, құрсын кім жақсы көрмейді секс, асексуалдардан басқа. Жақсы жат қой ол, бірақ шынымен Тамақ сияқты. иә да, бірақ олар көп, шын олар көп еркектермен, көп адамдармен араласады. Кездеседі, иә, сондай мақсатпен. Иә, соның арасында болып қалады. Мысалы, өкінішке қарай. Ал бізде қоғамда әсіресе еркектерде андай ғой, бәрімен жатса ол болды, менімен де жатады. Точно. Точно, значит, ол деген. Вероятность арта ма оларға, еркектерге тек Иә, просто. сондай болып тұрады да. Соны біз виктимный поведение деп айтамыз. Неге? Өйткені оның жақсы көретін іс-әрекеттері жаңағы зәбірленуші болудың ықтималдылығын арттырады. Повышает как бы вероятность, что ол сондай жағдайларға түсіп қалады. Бірақ даже Бірақ ол это не значит, что она виновата. соны айтқым келеді. Иә, Это же тоже біздің қоғамдағы еркектердің Иә, поведениесынан. иә. Потому что неге мен, например, окей, 5 жігітпен 5 күнде жатып шығам, да? Иә. Гипотетическая ситуация. Содан. Сонда үйлеріне барам еще, Иә, например. иә. Бірақ сол жерде ол еркектің маған жоқ дегеніме тыңдай алмауы қайтадан ол менің проблемам емес, ол сол еркектің проблемасы. Біздер сол жерде не істеп шығуымыз керек сияқты, чтобы бізді дұрыс емес түсініп қалмау үшін. Иә, ол дұрыс. Және де бұл негізінде былай қарап тұрсаң, еркекті төмендету ғой. Келсем. По факту. Андай ғой, еркектер андай ғой, машина сатқанда да әйел жүргізген деп. Иә. Сататын кезде, аблай кезде. Иә, аблай кезде ойбай әйелдерді машинаға отырғызбаңдар деп. Иә. Сол сияқты ғой. Келсем. Андай айтады, сен клубқа барма. Клубта қандай еркектер жүргенін білмейсің бе? Не бір жындылар бар дейді. Иә, сон бәрі. Не бір жындылар бар дейді. Иә. Сонда еркектердің жынды екенін мойындап тұрсыздар ғой. Иә. Өздеріңіз айтып тұрсыздар ғой. Онда неге феминистерге ренжисіздер? Неге былай қарап тұрсаң базовый заттар айтып тұрған сияқтымыз, бірақ негізі логически ойласаң, өздері сол victim blaming арқылы еркектерді төмен түсіріп тұр ғой негізінде. Иә, өздерінің бір андай қалай эмоциональный кішкене интеллектісінің төмен екенін көрсететін сияқты. Жоқ дегенді түсінбеу дейтін база нәрсе ғой енді ол дейтін. Түсіну жоқ деген нәрсені. Ол табиғат, инстинкт. Негізі өте қиын тақырып. Ол өте жерде андай қалай нюанстармен сөйлеген, қалай енді сөз таңдап сөйлеген жақсы да, а то дұрыс түсінбеу вообще. Иә. Көбіне мен де басында мен негізі әлі де сұрақтар қоям, виктимная психология деген бар даже. Мен тіпті дипломкамды жазғам, өйткені маған андай да what the fuck? Не айтып жатсыңдар сендер вообще, вы о чем деп. Мен сосын түсіндім, оказывается ол просто мысалы адаптивное поведение это какое-то, да? Иә. Просто енді жағдай солай болып тұрғаннан кейін біз ешкім айта алмаймыз ғой. Неге мен таксиге отырған кезде барлық жағынан машинаны суретке түсіріп алуым керек? Неге мен лифтке отырған кезде кілтті қылып жаңағы қолыма қысып ұстауым керек деген. Просто жағдай сондай болып тұр да, біз қандай қалай бір қауіпсіз, қауіпті әлемде өмір сүріп жатқандықтан бір сондай нәрселерді артығымен жасайсың да. Хотя
нормальный жаңағы қоғамда ондай нәрселерді істеу керек болмас еді. Егер сен жаңағы құқық қорғау органдары типа дұрыс жұмыс жасап тұрса, сен арызың прям қабылданып кететін болса, барлығы іздеп бастайтын болса, сосын ол адам әділетті түрде өзінің жазасын алатынына сенімді болсаң, сен ондай нәрселерді бір істемес едің да. Бірақ жүйе сондай, что жауапкершілік сол әр адамның өзіне ысырылып тастағанда, сен сондай бір іс-әрекеттерді артығымен жасайсың. Просто бір сондай ма или қалай ол? Ол да бар, бірақ негізі виктимное поведение деген тек қана зорлық зомбылыққа қатысты емес. Мысалы, ішіп алып жолға шығып кету. Сенің жол апатына Вероятность. түсіндіңіздер ғой, виктимное поведение екен. Ол тек қана әйелдерге қатысты емес, ол негізі адамдарда болады. Кейбір адамдар болады селф-хармның түрі. Селф-харм деген өз-өзіне жаңағындай экстремально жасамайды, бірақ сондай бір андай жағдайлар туғызатын нәрсеге. Ол өте қиын психологиялық тақырып енді. Сондықтан да мен айтқан кезде бүйтіп кірем да, бірақ негізі болады. Өзін напрямую кесетін адамдар бар ғой. Ал кеспей сексті селф-харм ретінде қолданатындар бар. Өкінішке болады. Және олардың әрине енді әртүрлі сондай жағдайларға түсуі. Менің ойымша біздер бәрібір бұл тақырып тап ондай үлкен емес сияқты, себебі тап ондай виктимный поведение жасайтын адамдар, әйелдер аз. Қазақстанның ішінде ондай тап ондай көп емес сияқты. Сол үшін мен қайтадан қоғамның проблемасына қайтып келгім келеді. Соның ішінде осы ер адамдарын тастап кете алмайтын әйелдердің проблемасына, себебі ең маңызды себеп сол сияқты мен үшін, білмеймін. Мысалы, менің көп естігенім өзім күйге шығардың алдында айтатындары қыз міндеті кету. Қыз міндеті кету бәрі айтады. Сосын деген тастай батып судай сіңіп кетті деп айтады. Сонда сен деген оқуыңа сенің қатты ешкім мән бермейді. Сенің оқудан кейін жұмысқа кіруіңе қатты ешкім мән бермейді. Зато сенің деген кет деп. Соның ішінде бәрібір біздер осылай айтамыз, типа Қазақстанда тек қана ауылда тұратын 4 баласын туған әйел зардап шекпейді, бірақ любой әйел например, жұмысы бар, қалада тұратын әйелдің бәрі де сол жағдайда тұрады. Мен онымен келсем, мен онымен толықтай келсем, себебі сен деген как будто бы из-за того, что сен шынымен де қалада тұрасың или шетелде тұрасың, саған соның ішінде зардап шегу біртүрлі ұят сияқты да, сен біртүрлі неужели сен сондай умный емессің деген сияқты болып келеді. Бір жағынан сол бар, бірақ бір жағынан шынымен де ауылдарда просто мен өзімнің өмірімнен, өзімнің туыстарымнан, жақындарымнан, таныстарымнан көріп отырған жағдай. Ауылда тұратын қыздар көп, олардың оқуына қатты мән бермейтіні шын. Олар шынымен де оқуға түсе алмай мектеп бітіріп, күйеуге шығып кететіндері шын. Олар ол жағдайдан вообще шыға алмайтындары көп. Ең үлкен қиындық туатыны мен ойымша сол сияқты. Және айта кететін бір үлкен тағы да жайт бар, сол туралы мәселе, олардың психотерапияға мүмкіндіктері бола қоймайды. Психотерапия ең қажет адамдарға жетпейді. Психологтың көмегі дейтін тақырыптар. Сондықтан мен не молчидің жұмысын осы жағынан қатты кәдімгідей таңданатыным, олар көмектерін әр жақтарға жеткізе алады да. Пробоно адвокаттармен жұмыс жасайды, пробоно психологтармен жұмыс жасайды. Керек кезде олар кәдімгідей сондай кезде тауып бере алады. Бірақ негізі психотерапия дейтін привилегированныйларға арналған нәрсе сияқты. Солай ғой негізі де. Көбіне ағартушылық жұмыстар жетпей қалып жатады да ол жақтарға. Өкінішке қарай. Информация жетпейді. Бірақ қайтадан кешіріңдер, я перебью. Мен келісем, что оларға психотерапия керек екенін, бірақ не только психотерапия, жаңағыдай информациондық. Мен не істей аламын бұл жағдайда деген сияқты. Бұл қайтадан, мен оның бәрімен келісем, что ағартушылық та керек, психотерапия да керек. Бірақ мен қосқым келетін жағы, что
осы заттардың бәрі қайтадан иә ана қызға Әйелге, вот конкретно қыз ағарту керек өзін содан кейін өзі проработать ету керек. иә және көріп тұрсыздар ғой ол кәдімгідей иә сен қоғам кетуің өзгермеу керек. керек сияқты дейсің иә иә Қоғам айтады сен кетуің керек, что біздің коллективистік осы қоғамдарымыз керемет деп айта береміз, что біздер отбасыға мән береміз, бірақ менің ойымша біздердің қазақтардың отбасыға мән беру жолдарымыз дұрыс емес. Completely дұрыс емес. Біздердің ұят, вот біздер қазақпыз, біздер ұятты ойлаймыз, біздер басқаны ойлаймыз. Сен ұятты ойлағанда, сен үшін деген жаман адам болу ұят емес. Сен үшін разведенный адам болу ұят. Сен үшін дұрыс емес заттарды сен ұят деп қоясың, и сен дұрыс заттарды ұят емес деп қоясың. Вот. иә педофилиялық жағдайлар болған кезде оны педофил ұятсыз емес, соны жария қылған айтқан адам адам иә сол ұятсыз, сол отбасының шырқын бұзып отыр. шын қоғам болып өзгеру үшін не істейсің дегенде сол бастапқы нәрсе ақпарат тарату, осындай нәрселерді просто айту деген сияқты. Сонда мысалы Фатиха сенің қалай идея емес айтқың келіп отырған нәрсе, біз қоғамда айтылатын, әр отбасыда айтылатын нәрсе или сондай бір ұстанымдар да біздің ценностьтарымызды қайта қарау деген келіп тұр ма? Содан бастауда басында қызды сразу құттай кезінен қонақ ретінде көрмей, үйдің полноценный адам ретінде, вообще адам ретінде просто көру да, ане сатып жіберетін бір зат ұқсатмай. 18-ден кейін осы кету керек осы жерден деген бір сондай көзқарастан арылу как будто бы больше көмектеседі, чем бір әйелдің психотерапияға баруы, бір әйелдің өзін өзі дамытуы, или жалпы бір еркектің өзін өзі дамытуынан қарағанда, әр отбасыда осындай қалай қалыпты нәрсеге айналу керек сияқты да. Әйел деген тоже адам, оны сатып жіберу, күйеуге шығу, оны бір сату емес. Әркім өзінің махаббатымен, таңдауымен үй болу керек деген сияқты, өзіне қалай өмірлік емес, уақытша бір партнер таңдаған кезде де бір өзінің таңдау бар екенін сезу үшін сен өзіңді полноценный адам сезу керек сияқтың бірінші. Сондықтан сол нәрсені бере алу әр адамға как будто қоғамдағы айтылатын нәрселерден құралатын сияқты да. И сол айтатын нәрсемізді, ұстанымдарымызды, құндылықтарымызды бір кішкене қайта қарауымыз керек. Сосын тағы да қосатын дополнительный pressure әйелдерге айтудан, зорлық-зомбылықтан шығудан. Это, білмеймін, может проблематик шығар менің ойым. Бірақ бізде ата-ананың культі бар, и ол ата-ананың культі ешқандай жақсылық істеп тұрған жоқ біздің жастарға. Себебі бізде әке асқартау, неприкасаемый. Ана деген ананың аяқ астында бізде не бар? Жұмақ бар. Сол үшін біздерде мен деген шынымен де ана ер адаммен өліп қалуым керек. Чтобы менің анам жыламасын, позор болып, и әкем жерге қарамасын. Одан да менің өмірімді просто беріп қойған артық, чем менің ата-анам жерге қарап қалады. Харакири жасаймын дейсің. Иә, шын. Бір японский не мандай. Сол прешер. И біздің қоғамның ішінде уже ата-аналар настолько сол көзқарасқа бүйтіп сіңіп кеткен, что шынымен де сол жағдайда жертва кім екені кішкене орын ауысып кетеді де, сол жағдайда сенің деген зардап шегіп отырған жас әйел емес, жертва. Ол сенің әкең, который жерге қарап қалады, если сен үйге қайтып келген қызы болса. И сол қаншама прешер береді. Мен ойымша, даже жұрттың сөзі емес, айналадағы. Imagine, что сен деген просто мамаң мен папаңа қайтып келе аласың, и олар айтады, сенің өмірің маған жұрттың сөзінен ұятынан артық. Важнее. Иә. Imagine, қаншалықты прешер сол қыздан бүйтіп түсіп кетеді. Қаншалықты оңайырақ болады оған. Просто үйіне қайтып келуге. Бірақ ата-аналардың да көбіне мүмкіндіктері, көбінің ата-анасы да жоқ. Енді әртүрлі жағдайларды көрген сайын сондай боласың. Анасы өз сондай зәбір көріп шыққан отбасыларында өздері сондай бар.
Сосын мен әжем де айтады мысалы. Мен әжем де айтады, маған шешем айтқан, болды, сен сол жақтыкісің деп. Мен әжем өйтіп қыздарын айтпаған ғой деп. Да? Айтпаған ғой деп. Иә, өйткені мен мысалы сен айтып отырған нәрселерді өзімнің айналамда не деген привилегированный адаммын деп естіген жоқсың ба? естіген жоқ. Проблематик нәрселер болды, әр отбасыда болатын шығар ол, бірақ мен білмеймін, мен байқамадым. Мүмкін біздің аймақтан да ол, өйткені біздің жақта қалың мал да жоқ, қыз да сатпайды, былай қарап тұрсаң. Иә, солтүстік жақтан. Иә. Солтүстік. Бар ғой ол жақта Маңғыстау. өз проблемалары бар Әрине, ғой, әрине. бірақ Иә. сен айтып жатқан нәрселер мен үшін бар ғой, әлі де андай болып көрінеді. Қалай ол? Мен түсінбеймін, бар ғой. Мен Ол, иә. білем, мен ондай клиенттерім бар, ондай жақындарым бар. Бірақ Әлі де мен басыма шын кіріп шықпайды. Настолько мен, получается, привилегированный адам екенін каждый раз солай түсінемін. Өйткені ешқашан ет деп те айтқан емес. Иә, ондай мәселе ойлап тұрмайсың ғой, енді өзіңмен болмағансын мүмкін. Қоғам болып өзгерейікші. Иә. Шашатындарға құрсын. Қоғам болып өзгерейікші, пожалуйста. Көп нәрсе сұрап жатқан жоқпыз ғой. Иә, бір-екі құндылықты өзгертсе, Иә. ұят деген нәрсе реально бір андай жақсы концепция да, негізі. Иә, Егер қолданатын иә. болсаң, дұрыс жағынан қолданатын болсаң. Мысалы, жануарды азаптау ұят болып есептелетін болса, да, Иә, например, иә. или басқа адамға қол көтеру ұят болып есептелетін болса, ұрлық жасау, білмеймін, например, коррупционерлер десек. Сол ұят нәрсе болып есептелетін болса, өте жақсы концепция негізі, да. Біз просто тек оны бір әйелдің поведениесіне іліп тастағанымыз біртүрлі да қоғам болып. Сол бізді қынжылтады. Біз ұят деген сөздің неге алып тастайық деп отқан жоқ. Біз ол просто әйелге мүмкін емес бір жаңағындай қалай ережелерді қойып тастауға қарсы болып тұрмыз да. Феминистердің жалпы айтатын нәрсесі сол ғой. Қай жағынан алмасаң, просто бұл дейтін еще андай өте скользкий нәрсе да. Жаңағы былай істесең правила былай өзгеріп кетеді, былай барсаң былай өзгеріп кетеді деген сияқты ше. Отырсаң сопақ болып қаласың әйтеуір. Шын ғой. Иә, сондай ғой негізі. Давайте топ-3 ұят нәрсе қазақ қазіргі қоғамдағы, который вот қазіргі и қандай бізде топ-3 ұят нәрсе болу керек шынымен де. Біріншісі қайтып келу. Қайтып келу білмеймін. Мен ойымша қазір жағдай жақсарып жатқан сияқты. Кішкене ме? Мен естіген әңгімелерім, күйеуге шыққан үлкен апалары, тәтелері, әпшелері деп, біздің жақта апа деп тәтені айтады, кішкентай сіңілдеріне айтады, күйеуге шығуға асықпа. Өздері жаңағы жәбір көргендіктен ары қарай жалғастырғысы келмейді да, күйеуді жақсы таңда. Сондықтан менің ойымша кішкене қазір басқа жаққа ауысып жатқан сияқтымыз. Білмеймін енді. Или мен өте позитивті көзқарас. Сонда да айтып шығайық, мүмкін біз просто енді өз бабылымызда жүргендіктен біле бермеуіміз мүмкін. Сондықтан топ-3 ұяттың ішіне қайтып келу, ажырасу, бір жаңағы отбасының шырқын бұзу ұят деп саналатынына сендімін. Оңтүстік жаққа барып қалсаң, екінің бірі сондай айтатын сияқты меніңше. Білмеймін. Иә, батысқа барып қалсаң да. Окей, 1, 2. Ажырасу, жаңағы топ ұят. Бір ажырасу. 2. Кедей болу мүмкін. Иә, кедей болу ұят. Иә, өйткені менің ойымша барлық тойды қалай ақша жетпеді ма той жасауға? Барлық той, ойбай, столдың үстін дұрыстап жаса. Ойбай, етің дұрыс болмай қалыпты, шайың дұрыс болмай қалыпты. Ол жаңағы статустың көрсеткіші ғой. Дұрыс. Статустың, сенің статусына болу керексің. Екеуін айттық, үшіншісі не дедік? Так, екіншісі кедей болу да. Ұятсыздар отырып қойды жерде. Қайтадан кедейліктің темасына қайтып жоқ па? Менің ойымша қазір ұят бір ашық, шашық киіну, шығу, бір андай бәрібір
әйелдерге тағылатын ұят айтып тұрсың. Иә. Ашық шашық киіну әйелдерге ұят болып саналады. Бәрібір де ұятсыз деп Қанша айтады. жерден ол андай фото не салса да бәрібір шығады ше. иә Үшінші сол жаңағы киім киюге таңдау қалай жасаудың өзі ұят болып кетіп тұр да. өзіңді ұнаған жағынан Киіне ал көрсету да шығар. самовыражаться, короче, ұят да. Соның ішіне деген ет жемеу де кіруі мүмкін. Иә. Жануарларға көмектесу де кіруі мүмкін. Иә. Шиза болып жүресің. Иә. Просто бәріне біртүрлі былай бәрінің кастомдарынан бүйтіп кішкене шығып кетті. Окей, енді давайте новый топ-3 ұят затты жасайық десе. Новый лист. Азаптау деген айты, Иә. азаптау деген Эксплуатация. Эксплуатация жасау, иә, меніңше ұят сияқты. Иә. Окей. Білмеймін, не қалтаңа қарай өмір сүруді нормалау керек сияқты. Өтірік понтоваться ету ұят сияқты меніңше. Жоқ, жасай алмайтын нәрсеңді, мысалы, тойдың өзіне де зачем кредит алып просто? Үлкен топастық қой. Өзіңді 5 жылға Кредит алғада. 5 жылға, например, да. Ол оккупация же. Нет. Не окупается, мне кажется. Бірақ Соны ұят қылайықшы, пожалуйста. мен өзім тойды жақсы көремін ше. Мен кәдімгідей той десе. Жақсы көремін той. Алдында офф-топ, конечно, алдында Арбат жақта жүрсек, кілең ресторандарда орысша отырады ғой. Мен қазақтар қайда? Қазақтар тойда жүр. Қазақтың тусасының түрі ғой ол. Иә. Жоқ, той күшті. Мен кредит аламын тойға. Ұятсыз, ұят ол. Жақсы. Я все равно, я хочу вот это Я алып тұрып кредит аламын. нормализовать, жить по карману. Я хочу нормализовать. Негізі ол тойды да жарқыратпай, жайнатпай жақындарыңмен тойлауға болады ғой тойды да. Менде вообще бір кішкене өсек айтайыншы да, жақында бір коллегаларымыздың біреуі той жасады да. Ой, той жасағанда өзінің 50 жасы ма 60 жасы ма бірдеңесіне той жасап, короче, мен бара алмадым, бірақ бәрібір. Соған екі компанияда жұмыс жасайды. Бір компания біз, екінші компания басқа. Енді ол деген прям ақшасын жақсы жасамайтын адам. Ну, енді уборшы, мен білем, мен онымен сөйлесем, кішкене жағдай қиындау деген сияқты, алыс тұрады деген сияқты адам. Соған екінші коллективі әкеліп тұрған подаркын угадайте. Ладно, угадайте, көп уақыт кетеді. 1001 роза алып берді оған. Коллективпен сен оған любой подарок бере аласың, ақшалай бере аласың, 500 мың теңге бере аласың да. Олар сол ақшаны алды да, бір розаң сенің 500 теңге тұрады. 500 мыңға 1001 роза. Это просто Это самый тупой подарок. Топастық. Топ-1 самый тупая вещь мен өмірімде көрген. Сен еще коллективпен сондай сен деген бірнеше адам да, 10 шақты адам сендер келдіңдер де и такие типа go. Ага. Никто из вас не подумал. Ана видеоны көргенде бар ғой, я прямо бар ғой мен. Думал. Адамдар топас нәрсені көп жасайды негізі. Менде алдында 95 мыңға юбка алғам ғой. Ондай нәрсе айтпа, сен мен қасымда. Жоқ, сен хотя бы өзің ақшаңа өзің юбкаңды алдың. Жоқ, Иә, ол өзің еңбегіңмен жасалған, но біреуге подарок беру бір түрде ғой. Иә. Еще сен біліп тұр. Еще ол жерде Коллективно шешкендерің сол болып тұр ма не деп. Сендер оған 500 мың теңге бере алатын жағдайларың жоқ, болды. плюс ол қасына подарок басқа берген жоқ па? Это типа как Білмеймін не доп бергенде. подарок. Шынымды айтсам, білмеймін де не бергендерін, білгім де келмейді. Даже доп подаркың болған жағдайдың өзінде 1001 розаны алудың өзі, во-первых, проблематик. Қанша әйелдер сол үшін зардап шегеді розаны өсіру үшін. Бірақ сол просто айтып шығып отырмын да, ақша. Иә. Я не осуждаю никого, типа. Психолог болсаң, я. Я жестко осуждаю. Конкретно осуждаю, прям. Это прям босс левел. Иә. Мне кажется, вот Марси бұрынғы выпускта күшті айтты, негізі эксплуатация тек жануарларға жататын нәрсе емес, адамдар да жануар ғой, бірақ басқа адамдарды да эксплуатировать, манипулировать, жамандық жасау, жаман сөз айту, басқа адамдарды жаман сезіндіру, где оған себебі жоқ кезде, оның бәрі де ұят нәрсе деп айтуға болады, да? Иә.
алдында ғана пост шығарғам мен, адамдар негізі топаспыз, адамдар топаспыз. Эмоциямен өмір сүреміз деген ба? Эмоциямен негізінде, иә, Иә, көп жағдайда эмоциямен өмір сүреміз, ол шын. Мен жаңа 95 мыңға юбка алған кезде оны өзім сездім. Мен ана юбкаға ғашық болған кезде кәдімгідей Андай бір скачок ішінде бір гормоналды скачок болып жатқан түсіндіңіз ба или что? Мен сені түсінемін бір мен оны түсінемін. Сондықтан ондай нәрселер көп жасаймыз негізі біз адамдар ше, тупой нәрселерді. Мен бір рет бір дүкеннен юбка көріп қалдым, 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын. Бір дүкеннен бір юбка көріп қалдым. Күшті, прям вот идеальный юбка, бірақ 30 мыңдай тұрды. Сосын мен ақшамды қимадым, кетіп қалдым. Содан кейін оны қайтып келдім. Уже 2 апта бойы сол юбканы ойлап қайтып келдім. Қайтып келсем ол дүкенде жоқ. Содан кейін мен такая, окей, осы дүкеннің тағы да бірнеше дүкені Астанада бар екен. Бәріне бардым, жоқ. Сосын Алматыдан жазып сұрадым, бәрінде жоқ. Sold out болып кеткен, ал керемет юбка. Алматыдағы филиалдарында жоқ. Тағы тек қана бір Қарағанды ма, Ақтөбе ма сондай қалада тағы бір түйір филиалы бар екен. Онда жоқ. Сосын мен Мәскеудегі досыма жаздым. Мәскеудегі филиалдардың бәрін тексеріп шықтық. Ешқайда жоқ болып шықты в итоге. Мен не істедім? Ол юбканы фотолары бар. Бір қызға апарып тіктірттім. Маған ұнамады. Қайтарып бердім. Уже 3 айлық драма ол. Екінші қызға бардым. Тағы бір тігіншіге соған тіктірдім. Неше ай бойы мен оған материал джинса іздедім, соған үйлесетін. Неше ай бойы мен оның анаған тіктірттім, ол маған үйлеспеді, мынаған тіктірттім, ол в итоге сол екінші тіккені более-менее соған ұқсас болды. Содан кейін бүйтіп жаным жай тапты. Сенде просто андай бір қалай андай жабылмаған Фиксация. Иә, Сол үшін мен түсінемін, 95 мың ала қой да тыныш бол. Сондықтан ондай мың бір роза дейтін топастықтарды көп істейміз негізі, адам болып. Иә, ол капиталистік система не емес қой, сіздерді сондайға түсіру үшін кәдімгі качеляда прям жақсы катать ететін сияқты. Жүйенің өзі солай құрылған да. Иә. Біледі не істеу керек екен. Да, менің сұрағым келген сұрақ, вот, наверное, зорлық-зомбылық туралы соңғы сұрақ. Это то, что сен айттың. Ол адамдар ПТСР-ді көреді, олар адамдар сол себептен, как бы, даже сол жағдайдан шыққан кездің өзінде де кішкене қиын болады. Сондай адамдарға сол жағдайдың ішінде тұрған кезде жақындарың, достарың қалай көмектесуге болады? Және де шыққаннан кейін оларға содан өтуге қалай көмектесуге болады? Өте қиын сұрақ негізі. Шынымды айтсам, бір андай бірінші бүйтесің, сосын сөйтесің деген менде жоқ жауап. Бір айға дейін адамның жаңағы травмаға деген қатты острый реакциясы нормальный болып саналады. Ал егер бір айдан кейін флешбектер болса, қайта-қайта есіне түсіре берсе, онда ол психотерапияға жүгіну керек. Комплексный ПТСР деген бар. Ол ұзақ уақытта зәбір көрген адамдарға қойылады. Ол қиындау енді. Шын өте андай бір психологтың, психиатрдың, әртүрлі дәрігерлердің жан-жақты көмектесетін тақырыбы ол. Сосын бір айта кететін, бір адам ғана көмектесе алмайды. Басқалардан сізге көмек сұрап жүгінсе, сіз де басқалардан көмек сұрап жүгінуге мүлде ұялмаңыздар, қорықпаңыздар, өйткені ол шынымен де өте андай қиын жағдайда. Осындай жауабым бар. Сосын мен қосқым келетін нәрсе, жаңа біз Немолчидің енді жұмысы туралы бәріміз айтып кеттік қой. Бірақ осыған қосатын нәрсе, ол Немолчиға жазған әйелдердің өзі батыр сияқты болып көрінеді. Көмек сұрамауға үйреткен қоғамда өмір сүріп жатқандықтан андай бір акт жасау өзіңе қалай бір андай соңғы нең екенін шанс деп жаңағы Немолчиге сеніп көмек сұраудың өзі ондай кездерде бір үлкен нәрсе сияқты болып көрінеді. Соны жасай алғандардың өзіне рахмет айтамыз енді. Сол әйелдерге сондай іштерінде бір қалай күш табылғанына, ресурс табылғанына көмек сұраудың өзі қиын болатын кездер бар. Сондықтан жаңағы көмек сұрауға ұялмаңыздар. Сосын жаңа біреулер көмек бере алмай жатса, басқа адамнан сұрауға да ұялмаңыздар. Бір адамның жаңағы топастығы сіздің өміріңізге жаңағы кері әсерін тигізіп жүрмесін.
адамдар әртүрлі болады, бәрі көмектесе бермейді ғой, просто соның кесірінен өздеріңізге қол бұлғап қол сілтеп жаңағы тастап кетпеңіздер көмек сұрауды. Және сол көмекті сұрағаннан кейін қабылдау керек. Кейде болып жатады, ол психотерапияның да заңдылығы. Көмек сұрағаннан кейін болды, осымен жарайды дейді, бүйтіп жауап бермей қоюы мүмкін. Ондай болып жатады, шын ондай болып жатады. Психологтың көмегі керек дейді де, жақсы көмектесейін деген кезде де қабылдамайды оны. Сұраудан бөлек қабылдау бар. Мен түсінемін, ол өте қиын жағдайлар. Бұл да бір жауапкершілікті сол жаңағы зәбір көрген адамға ысырып қойғандай болып көрінеді, бірақ негізі бір андай жаның ашығаннан. Жоқ, дұрыс. Жаның ашығаннан. Ойымша ол дұрыс заттар. Вообще, сосын сендердің айтып отырған заттарың, менің ойымша біздер келесі темаға былайынан можна қозғалуға, себебі сен айттың ғой, бір адам емес, бірнеше адам көмектесу керек. Және сен айттың, что көмекті сұрап та білу керек, басқаларға кішкене сүйенуді де үйрену керек. Сол себептен мен талқылағым келетін индивидуалистік психологиямен және қазіргі осы қоғамға сүйеніп үйренуді, көмекті сұрауды үйрену, және де көмектесуге тоже біздер де көмектесіп үйренуіміз керек сияқты. Біздер де қатты мои личные границы, мен ондай қиын жағдайлар туралы тыңдағым келмейді, себебі мен үшін психологиялық ретінде ол қиын деген сияқты, кішкене біздер де осындай болып кеткен сияқтымыз. Сол туралы кішкене айтып берсең. Бәріміз ерженка болып кеткенбіз. Бір жағынан мен енді міндетті әрине қолдаймын. Адам өзінің, шын адам бірінші өзінің психологиялық жағдайын ойлау керек. Ол әлбетте. Бірақ кейде ол психологиялық жағдайды қорғаймын деп адам өзіне де зиян келтіреді. Неге? Себебі жаңағындай out of touch дейді ғой. Сіздер айтқандай. Сондай болып кетеді біріншіден. Екіншіден, ешкіммен араласпай қояды. Бөлек болып қалады. Және біз қазір оны бақылап жатырмыз. Батыс жақта, батыс елдерінде ондай мәселе көп. Адам жалғыз. Жұмысқа ғана барып келеді. Үйінде араласатын бір-екі адамы ғана бар. Ол дейтін біз адам жануармыз. Біз социалды жануармыз. Біз социумда өмір сүреміз. Сондықтан да социумның жаман жақсы жақтарымен біз өмір сүруіміз керек. Адамға социумда өмір сүру керек. Қажет нәрсе. Ол қажет нәрсе. Сондықтан егер сіз социумның жаман жақтарынан өзіңізді бөлсеңіз, жақсы жақтарынан да бөліп тұрсыз. Көбіне сондай болып кетеді. Индивидуалистік психология, ол кәдімгі қазір көтеріліп жатқан үлкен мәселе. Сосын жаңағындай, ол батыс жақтың көзқарасы. Ол ғылымның да үлкен мәселесі. Көбіне зерттелетін ер адамдар, ақ, нәсілді, бай, кезінде университетке баруға ақшасы болған. Көбіне студенттер ғой сол. Құрсы, біз өзімізге крыса болып жүреміз ғой, енді былай қарап тұрсаң. Келсем. Лабораторный. Шын айтады, студенттер психологтардың лабораторный крысасы деген шутка бар даже. Как бы это жестоко не звучало. Ол шын солай, өйткені ол көбіне, выборка жинау қиын. Не істейді? Адамдар барады, одногруппниктеріне өткізеді, ол жақындарына өткізеді, ол достарына өткізеді. Клиент зерттелген сол академияда жүрген адамдарды көбіне. Сондықтан да, ал былай көп қарасаң, глобальный юг көп жағынан зерттелмей қалады. Оның ішінде Қазақстан. Біздің жақта диссертация не дегендер қиын, выборка жинау қиын. Жоқ, даже мен просто тоже социальный психологиядан дегри алып отырған кезде түсінесің де, что даже ең басындағы основополагающий теориялар психологияның ішінде, Фрейд деген сияқтылардың бәрі ең басынан бастап ол ақ еркектер ғой. Жағдайлары керемет болған, не істерін білмей жүрген. И солардың көзқарастарын біздер әлі психологияның ішінде. Фрейд айтқан емес па? Мы завидуем пенису женщины. Негізі мен психоанализға қызығамын, ол жаққа қарай бағыттым бар, бірақ ол шын көп
көп мәселелер андай патриархальный, патриархальный взглядпен. Ол шын. Қанша жерден мен психоанализға ғашық болсам да, Ол оны жағын, иә. мойындау керек. Аха. Одан кейін әрине басқа да әйел психоаналитиктер болды. Олардың айтуынша керісінше еркектер маткаға матканы көре алмайды, жатырды көре алмайды, себебі біз өмір шығарамыз деп. Бірақ ең басынан келе жатқан олар кәдімгідей бәрінде сен критикалық жаңа сыни ойлаудан өткізу керексің де. Мен тупой сұрақ қояйын ба? Иә. Ол зерттеулер не үшін көмектеседі, не үшін сондай жаңағы мыңғырық зерттеу жасай береді. Ал таптық, мысалы мынандай әйелдер осынша осылай жаңағы страдать етеді екен, мынандай әйелдер мынандай қылып страдать етеді екен. Например, сол нәрсені білгеннің өзінде ол бізге не береді деймін да? Былай қарап тұрсаң, негізінде қазір ғылым жағына претензия көп. Менде де өте көп ғылымға деген претензиям көп, потому что 500 жыл бойы адамдарды енді сондай сенім болды ғой адамдарда. Осы ғылымның арқасында біз жаңағы білмеген, көрмеген, ойламаған жетістікке жетеміз, өмір сүруіміз керемет болады, бүкіл затты жаңағы эксплуатировать етеміз. Сосын жаңа адам просто отырады демалып деген сияқты да. Сондай болды ғой енді ой көзқарастар. Білмеймін, бітпейтін зерттеулер не беретінін түсінбеймін. Ғылым өзіне өзі бүйтіп жаңағы айналып тоқтап қалған сияқты да, тупикке жетеді. Ал зерттеу жасадың, выводтарын шығардың, ол академиядан ары қарай кетпейді. Практикалық жаңа қолданыс жоқ деген сияқты да, практикаға жететін жаңа психологияның өзі, мысалы сіздер қарағайған зерттеулер өте серьезный нәрселер жасауы мүмкін, бірақ адамдарға массовый келетін түрі поп психологияның жаңа выводтары өзіңді дамыт, там, не знаю, бесконечно психологқа бар деген сияқты бір андай бір өте утрированный нәрселер келеді да. Иә. Ештеңе ол қатты жаңағы серьезный түрде қозғалмайды, ашып айтылмайды деген сияқты. Мен білмеймін, социальный... Мен толықтай келіспеймін оған. Это все капитализм деп па? Негізі менің даже тобымда не бар? Әзіл бар. Қашан Ажар это все капитализм деп айтады екен. Мәселе даже былай ғой, сен жақсы зерттеу жасайсың. Алдында мен Ақбота Мәс деген математик әйелге жазыламын Инстаграмда. Мықты математик ол енді біздің Алматының, жақсы мықты статья жазады. Бірақ ана статьяны сен скопусқа шығару үшін сен миллион төлейсің. $2000. Былай қарап тұрсаң, ғылым деген көпшілікке ашық болу керек деген. Сен еще сол статьяны оқу үшін сен еще ақша төлейсің. Скопусқа қайтадан ақша төлейсің. Екі жақтан ақша жинайды. Не ғалымдарға бармайды ол ақша, былай қарап тұрсаң. Ғалымдардың грант алуы, нағыз ғалымның ғылыммен айналысуы шын айтқанда қиын зат. Сен ақша табу керексің, бюджет табу керексің, ал Қазақстанда ол 100 есе қиын. 100 есе қиын. Сосын ол еще тағы да глобальный югқа қосымша барьерлер қосады. Себебі Кембридждің бюджеттері қандай болады, сосын біздің Казнудың бюджеттері қандай. Мысалы бізде Насиба деген экологияны зерттейтін ғалымдар бар. Енді кәдімгідей Қазақстанның ғылымдары битке ұстар. Кәдімгідей андай ғалымдар. Андай прям ой деп көрсетуге болады, мақтануға болатын ғалымдар ғой. Бірақ аналардың оқиғаларын оқисың, гранттың ақшасын әлі бөлмеді деген. Қалай одан кейін, мысалы, мен ғылымға қызығам, мен ғылыммен айналысқым келеді, бірақ мен оған шын керек, мүмкіндігім бола қоймайды. Капиталистік жүйе ол жерге де жетіп алған. Мен соны айтқым келді, что бізге на самом деле ғылым керек те өте маңызды да қазір. Сол басқа кросс-культурный көзқарастан оны қарастыру өте маңызды, және ондай адамдар көп. Например, сен өзің істеп отырған ПТСР ол Қазақстан туралы, және сен басқаша оны қарап отырсың, бірақ ақша басқа жағдай. Сосын менің сұрағым келгені вообще тағы бір тема. Біздер бәріміз осында жиналатындарымыз, это веганство. Сосын менің сұрағым келгені, вообще сен вегандыққа қалай келдің? Неге оны қолдайсың деген сияқты? Әйгерім?
опять бесінші выпуска Әйгерім. Қанша уақыттан бері? Осы жылдан бері ғана мен Әйгерімге жазылғаныма да көп болған жоқ негізі. Феминизм туралы жазғаны мен оған Инстаграмда, жаңа ТикТокта подписалась. Сосын веган феминизм туралы мен 2023 жылы Астанадағы митингте бірдеңелер естігенмін. Бірдеңе. Бірақ қатты мән бермедім. Андай ғой? Ана жақта. Иә. Болып жатыр екен. Иә. Сосын негізі I was vegan, короче, насколько это possible. Шуба кимеу деген темалар болады ғой енді сен. Негізі байқамайсың, кейбір көзқарастарың веган болып тұрады да, кейбір жақтары әлі веган емес. Өмірің бір жағы веган да, по идее. Сен оны не осознаешь. Сосын Әйгерім айтады, сен не шуба кимейсің дейсің, неменеге ет жеп жүрсің деп. Когнитивный диссонанс. Вот дейсің. Иә, сол когнитивный диссонанс болды. Сосын осы 2026-на жаңағы Новый год без насилия деген несі бар ғой. Әйгерімнің челлендж дейміз ба. Сосын жасап көрейінші дедім да. Прикольно. Сондай менде сондай вход болды. Сосын ал енді толық вегандыққа осы бір ай ғана болды ма, 2 ай ғана болды ма көшкеніме. Сосын бертінде ғана оған дейін өзімнің қандай қатыгез, жауыз адам екенімді түсініп жүрмін. Оказывается, маған тауықты өлтіре салу деген темалар әлі андай не екен да. Мен әлі де сол миым уланып жүр. Мен оны түсінемін. Самса жей салуға андай ойым болып тұрады бүйтіп. Подумаешь? Деп. Бірақ соны рефлексия болып жүрмін. Срывтар болды оған дейін көптеген андай. Білмей қаласың, оказывается, ол веган емес, вегетарианский екен, жұмыртқасы болады екен. Ойланбайсың ғой ондай заттарды қырсын күнделік жүргенде. Иә, басында ондайдан өттік бәрі. Қиын, иә. Сол жағы қиын да, оказывается, мынау веган екен, а мынау не веган. Короче, Орео веган. біліп жүремін де деп па. Орео. Срыв жасаған келсе, Лейс солі самый вкусный вообще негізі. Соны ары қарай талқылайықшы, срывтың темасын, себебі РПП, веганство, әйелдердің вообще өздерінің денелеріне көзқарасы сол жағынан. Себебі мен кезінде ең бірінші попыткадан веган бола алмадым. Себебі мен РПП-дан жазылып жүрген кезім болды. Осындай кішкентай каминг-аут. Бірнеше жылға дейін РПП болды. РПП-дан жазылуға үлкен эффорт жасап, прямо бөлек уақыт, энергия болып, 2020-ларда мен РПП-дан жазылдым. Жазылу жолын бастадым. Где-то 2021-22-лерге қарай мен толықтай содан жазылдым деп те айтуға болады. Бірақ әлі де толықтай веган болып кетуге ол кедергі жасады. Және мүмкін сенің соған сол туралы тейктарың бар болады. Осы туралы оқығанымда РПП-ны веган мен вегетарианствоны ұстанатын адамдарға бөлек диагностика жасайды екен. Өйткені бұрын вегандыққа көшсең сен оказывается РПП деп санаған екен. Тамақтану, мінез құлқы. РПП не деген біз ғой біліп отқан. Расстройство пищевого поведения. Тамақтану, мінез құлқы. Жаңағы соның ауытқулары анорексия, көбі білетін анорексия, булимия, және қазіргі бар жаңадан МКБ-11-ға қосылады. Международная классификация болезней 11. Терминмен сөйлей беремін. Арфит деген жаңағы тамақты жеуден қорқатын адамдар бар. Орторексиялар, қалай компульсивный орторексия, оның бәрі жаңағы енді 4 үлкен жаңағы орторексия тоже. Қиын тема негізі, өйткені мен білетін бұрынғы вегандар РПП-мен бірге жүретін. Бірақ мысалы менде РПП болған жоқ, бірақ мен вегандыққа көштім. Екеуінің басты мақсаты әртүрлі ғой. Главное отличие просто мақсат әртүрлі. Әртүрлі ғой. Вегандықта сен эксплуатацияға қарсысың. Сен жауыз болғың келмейді. Ал РПП-да сен денеңді дұрыстағың келеді. Контроль. Енді бірінші темалардың бірі контроль, бақылау. Эмоцияңды тамақ арқылы реттеу. Жаңа эмоциональный регуляцияның особенности. Және худой болу.
модель андай болу, стандарттарға кешьюда кіру да. өлең айту. Стандарттарға ішіне кіріп тұру ғой Иә. Екеуінің былай қарап тұрсаң мақсаты әртүрлі. Бірақ мен негізі бұрыннан веган таныстарым бар, бірақ олар почему-то маған пропаганда жүргізбеді. Иә. Ондай вегандар көп десең. И сол вегандардың арасында әртүрлі дене пішінді болды. Түсіндіңіздер, короче. Сондықтан ол жақын, өйткені тамаққа байланысты ғой көбіне. Бірақ вегандық тамақ туралы ғана емес қой, бірақ көбіне енді ең бірінші ойлайтын тамаққа байланысты болғандықтан бірге жүру мүмкін, жаңағы сіздің жағдайыңыздағындай, бірақ негізі мақсат әртүрлі. Вегандарға диагностиканы басқаша жүргізеді екен. Иә, себебі дейтін, меніңше ол вегандықты кейбір кезде диета деп айтып жатады ғой. Солай айтатыны ұнамайды. Иә, диета болуы мүмкін, ол когда медициналық бір андай показаниялармен саған сондай диетаны жазуы мүмкін. Бірақ ол бізге айтылатын нәрсе емес та, мен өзімді ол нәрсемен жақын көрмейді екенмін да. Бір диета ұстап жүрген адам ретінде мен өзімді көрмеймін. Ол меніңше өмірге деген бір көзқарастың бір түрі болып көрінеді да, соны ажыратып айту керек сияқты. Бірақ веган бола тұра, мысалы менде ондай жаңағы тамақтанудың мінез құлқының бір жаңағы проблемалары болуы мүмкін ғой. Қалай андай мен жауыз болғым келмейді, плюс еще денемнің андай бір стандарттарға сай келгенін қалар едім десе, ол әрине жаңағы ол РПП-ға кіруі мүмкін да. А так былай веган өмір салтын РПП-ға мен білмеймін, кіргізбесе. Я не эксперт, но correlation is not causation деп. Жоқ. Біздер, мне кажется, да, қазір конфьюзинг болып кеткен сияқты. Бұл екеуі екі түрлі зат. Бәріміз де су ішеміз. Ана бар ғой прикол, что типа там гидроксид бірдеңе, қалай химический формуласын айтады да, соны оказывается ішсеңіздер бәріңіз өлесіздер, бәріңіз ауру боласыздар. Соны ішкен адамдардың бәрінде андай бар екен, мындай бар екен. Ол негізі просто су. Ол оказывается су болып шығады. Сол сияқты ғой. Вегандарда әртүрлі болады. Тамақтану мінез құлқының мәселесі болуы мүмкін, болмауы мүмкін деген тема ғой. Бірақ негізі мақсаты әртүрлі. Жоқ, completely әртүрлі. Менің вообще ұстағым келген тема ол кішкене басқаша. РПП ол өзінен өзі жүреді, жаңағыдай әлемдегі стандарттардың кесірінен сен арықтағың келеді. Кейбір адамдар наоборот carnivore diet деп қуып жүреді. Это тоже РПП-ның несі, carnivore diet деген, это карниворская диета. Сен деген тек қана еттерді жейсің, углеводтарды жемейсің. И наоборот шикли жейсің. Шикли ма? Жоқ, еще растения, өсімдіктерді тек шикілей жейтіндер бар еді ғой. Сыра еттер. Жоқ, ол бөлек. Мен көргенімде бір тиктоктарда прям етті шикілей. Иә. Прям солай жеп жатқан. Суши жемеген адам сияқты тұрғызып отыр деген. В общем, бір жағында вообще бөлек өзінен өзі өзінің проблематикасымен РПП бар, бір жағында вегандық бар, который вообще РПП-ға жақын тұрмаған зат. Менің қоятын сұрағым, наверное, и мен, наверное, даже жартылай кішкене жауап бере алатын сұрағым өзімнің тәжірибемнен, это сен РПП-ның проблемасы бар кезінде менің өзімнің емделген жолым, ол мен өзім тамақ ішуге рұқсат бердім, және мен өзімнің ішкі фетфобиямнан арылуым болды. Бірінші жақ тамақ беруге сен өзіңе рұқсат бересің, қанша тамақ ішкің келеді, не ішкің келеді, тамақ жаман емес, тамақты жақсы мен жаманға бөледі ғой РПП-ның бар кезінде. Там полезный овощи, но не полезный, там чипсы бірдеңе. Соның бәрін жеуге болады деп айтасың. Жақсы тамақ жоқ, жаман тамақ жоқ. Бәрін жей беруге болады. Қандай уақытта жегің келеді, сол уақытта жей беруіңе болады. Қанша жегің келеді, сонша жеуге болады. Маған емделуге көмектескен сол зат болды. Екінші зат, сен қорқасың, что сен осы тамақтың бәрін жеп бастағанда семірем деп қорқасың. Сол кезде сен өзіңе айтуың керек. Семіргендікте жаман ештеңе жоқ. Біздер өзіміздің ішкі фетфобиямыздан арылуымыз керек, семіруден қорқудан емес. Сосын менің ойымша фетфобный зат көп адам айтады. Мен деген толық адамдарға қарсы ештеңем жоқ. Қандай адамдар өздері қандай болғысы келеді, сондай бола беру керек.
бірақ конкретно мен арықтауым керек деп айтатын адамдар болады. Сол да фетфобик. Меніңше сол да фетфобик. Неге басқа адамдардың бәрі семіз болып жүру керек, бірақ сен деген конкретно сен ерекшесің, сен арықтауың керек. I'm sorry, бірақ саған деген доғдырдың жазған рецепті болмаса, саған арықтауға ешқандай себеп жоқ. Так же, как басқа толық адамдарға арықтауға ешқандай И себеп ол жоқ. РПП-ға тоже жата ма ондай ойлау жүйесі? Маған арықтау керек деген. Disordered eating, disordered thinking patterns деген болады, да? То есть это паттерное мышление? Ну да, то есть сен конкретно РПП болмауың мүмкін. Енді вот РПП-ға тоже квалификация болу үшін тоже бір какой-то threshold өтесің, да? Ол сенің өміріңе зардап, вот сен білесің, иә, зардап шегуің керек ол РПП болу үшін. Сен зардап шекпеуің мүмкін, бірақ сондай ой қабілеттері де ол фетфобик, ол проблематик изначально. Сол. Ол бір зат. Склонности деп айтады. Иә, ол бір зат. Сонда менің жаңағы екі вегандық пен РПП қалай қосылатын жерін көрсеткім келіп тұр. Что сен РПП-дан емделу үшін тамақтарды бөлмейсің, бәрін жей беруіңе өзіңе рұқсат бересің. А мына жақта вегандық бар, где сен как бы айтасың, етті там жеме деген сияқты. Сонда сен уже кішкене бөліп бастайсың. Сол жерде ол екеуі бүйтіп қосылады да. Бірақ менің ойымша қазіргі кезде соның ішінде там Алматыда тұратын адам болсаң, мүмкін ет жеу қиын болса, сен фейк ет жеуіңе болады. Қазір көп қой, грин бин да сатады, сондай. То есть мүмкін сен сүт ішкің келсе, миндальный сүт ішуіңе болады. Сондай жолдар бар шығар. Иә, колбаса жеген келсе тоже бар веган. Колбаса бар. Сыр бар, қаймақ бар, веган. Біраз нәрсе бар, негізі. Иә, котлет бар. Бәрі бар. Менің ойымша РПП-дан емделіп жүріп вегандыққа ауысуға болады, бірақ давайте так, былай айтайық, под наблюдением дейікші. Иә, нюанстары бар. Нюанстар бар. Иә, РПП-ға неше түрлі жатады ғой, андай да болады, тамақ жұтуға қорқатындар бар. Кәдімгідей тамақты жұтуға қорқатындар бар. Сол кезде олардың safe foodтар болады. Safe food деген жаңағы сенімді тамағы, он әрдайым дәмі бірдей, текстурасы бірдей. Бір печенье мысалы, сол печенье всегда одинаковый. Орео дейсің. Ол өзгермейді. Иә, әркімнің әртүрлі safe foodтар болады. Кейде болып қалуы мүмкін, что safe food не веган. Вот сол кезде мен мысалы ойланар едім. Қиын да. Сол кезде мен точно ойланар едім. Өйткені ол адамдар Арфит sorry guys деп олар кәдімгідей өлімге дейін баруы мүмкін. Настолько тамақ жемей қояды. Иә. Настолько тамақ жемей қояды. Сонда жей салшы деп айтасың ба енді? Иә, өйткені мен психолог ретінде отырып алып, ойбай, маған келген клиентке жоқ, сен веган бол деп айтуға менің хақым жоқ. Мен психотерапиямның мақсаттары басқа мүлде. Мен ол туралы айтпаймын, ойбай, сен феминист бол, ойбай, сен бүйт деп. Психолог болған кезде әрине мен мүлде басқа нәрсе. Мен ол кезде ажар деген менің жаңағы тұлғам сөнеді. Мен тек қана мамамын ол жерде. Егер сен веган болсаң, сен көбіне енді эксплуатацияға қарсысың, эксплуатацияға қарсы болсаң, сен өзіңмен де жұмыс жасағың келеді, психологқа жету ықтималдылығы көбейеді. Сондықтан да әртүрлі адамдар болады. Мен вегандық, РПП-дан емделіп жүргенде менің естігенім, что это топ-1 самая смертоносная болезнь, психическая, да. Мүмкін мен ол шынымды айтсам ол статистиканы білмеймін, бірақ топтарға кіреді шығар. Себебі анорексия, например. Адамдар өледі содан. Я көп адамдар ойлайды психологиялық ауруды просто андай сен с чем ты просто не справляешься. Как будто она типа вот базовый жаңа өлімге дейін апармайды. Бірақ ол өте психологиялық аурулар өте серьезный нәрсе. Себебі өлімге дейін апарады, депрессия да өлімге дейін апарады, РПП да өлімге дейін апаруы мүмкін. Сондықтан оған бейжай қарауға болмайды, ойыншық сияқты қылып, жаңағы просто жақсы ойлай баста, или там ол туралы ойлама деген, либо просто, ну не знаю, там просто сен ұйықтасай. Иә, ұйықтап алшыш.
или жұмысқа тұр түнде деген сияқты. ұйықта, күндіз ұйықтама, Аха. тамақты уақытында іш. Аха. Болды. Я и не грусти вообще, улыбайся. Далаға шығып, Я күннің несін, витамин D жетпейді да саған. иә ол сөйтіп айтатын жаңағы нәрселер емес, өте ауыр қиын нәрселер. Сондықтан ондай нәрсеге бейжай қарамаңыз. Қастарыңызда жүрген адамдарға қалай андай кішкене нежнее будьте. Жоқ, шын ол нәрсе қиын сияқты меніңше. Ондайды байқамай қалу да мүмкінсің, сосын қиын. Сондықтан психиатрға баруды, психологтарға баруды ұят көрмеңіз. Көмек сұрау нормально. Әртүрлі жолдарын табуға болады. Жаңағы көп адамда просто ақша мәселесі болуы мүмкін сияқты. Меніңше Қазақстанда психологқа баруды өзін жеңіп жаңағы норм санай бастайды да. Енді келесі проблема оған ақша табу. Көп меніңше программалар бар, жолдары бар сияқты ақша табуға болатын, я болмаса сіздерге сондай жаңағы көмектесе алатын бір проекттер болды ғой, андай жаным деген сияқты ма, білмеймін, әртүрлі. Саған төлеп береді, сен барасың деген сияқты. Менің соған қосқым келгені, себебі, мне кажется, вот психотерапия 1 сағат 30 мың, 1 сағат 50 мың деген сияқты заттар, бірақ барлық адамға шынымен де 90-95% адамға ол қол жетімсіз. Біріншіден, екіншіден көмек сұрауға үйренуіміз керек. Көмек сұрау өте қиын. И көмектесуге тоже үйренуіміз керек. Көмек сұрап үйренуіміз керек, көмектесіп үйренуіміз керек. Және маған ұнамайтын зат, қазіргі көп адамдар айтып кетеді. Сен деген психологқа баршы, ол затты айту үшін. Деп опять личная границаға қайтып келеміз. Вот сен менің кішкене көңілімді түсіріп жатсың, одан да психологпен сөйлес, ол дұрыс емес. Біздер тыңдап үйренуіміз керек, көмектесіп үйренуіміз керек. Каждый адам, білмеймін, сен келісесің ба, келіспейсің ба, менің ойым осындай. Каждый адамға психолог керек емес. Каждый адамға басқа адам керек. Басқа сен достарыңа барып, достарыңмен де сөйлесуің керек. Және 2 сағат жылап өзіңнің жағдайыңды айтып отырғанда, соны тыңдай алатын досың болу керек, және сен де сондай дос бола алуың керек. Окей. Бірақ психологтың жұмысы да бөлек қой. Келсем, негізі көп мәселені адамгершілікпен шешуге болады. Ол жағынан барлығына психолог керек деген керек емес. Ол мен келсем. Бірақ кейде никак. Жоқ, келсем. Опять же. Жағдайлар болады. Керекте жағдайлар болады. Жизнь разнообразна деп айтып кетті. Просто вот сол да, жаңа көмек сұрау деген сияқты жағынан сол. В общем, сол аяқтайық. Көп нәрсені айттық. Өте көп нәрсені айттық. Бүгін өте қызық эпизод болып шықты деп ойлаймын. Өте қуаныштымын. Ажар керемет заттар, өте маңызды заттарды айтып шықтық. Келгеніңе өте қуаныштымыз. Біздің подкастыма жазылыңыз, қараңыз, комментарийларды қалдырыңыз, лүпілдетіп тұрыңдар. Бәріңе де көп рахмет. Наконец-то. Окей? Я все.